Сәлеметсіздер ме, құрметті 8-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ әдебиеті пәнінен 90-дық жиынтық бағалау. Біз сіздермен осы 90-да Дананың сөзі ақылдың көзі деген бөлімді аяқтадық. Оқылған шығармалар: Қорқыттың бай-бөрі баласы Бамсы байрақ туралы жыры, Қорқыттың нақыл сөздері, Ахмет Яссауидің даналық кітабы, Ақтамберді жыраудың күлдір-күлдір кісінетіп, балаларыма өсиет өлеңдері, Шалгейіз жыраудың Бейтемірге бірінші толғауы. Бүгінгі 90-дық жиынтық бағалау жұмысы осы өтілген шығармалар бойынша болады. Біріншіден 90 бойынша жиынтық бағалауға шолу жасап алайық. Жұмыстың ұзақтығы 40 минут. Түсіну және жауап беру дағдылары бойынша тапсырмаларды орындауға 10 минут. Анализ және интерпретация дағдылары бойынша тапсырмаларды орындауға 10 минут. Бағалау және салыстыру дағдылары бойынша тапсырмаларды орындауға 20 минут уақыт беріледі. Барлық ұпай саны 15. Тапсырмалар түрлері: таңдауды қажет ететін сұрақтар, қысқа жауапты қажет ететін сұрақтар, жазбаша толық жауапты қажет ететін сұрақтар. Жиынтық бағалаудың құрылымы: 90-дық жиынтық бағалау 3 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім түсіну және жауап беру, екінші бөлім анализ және интерпретация, үшіншісі бағалау және салыстыруды тексеруге арналған. Бірінші бөлім бойынша сұрақтар таңдауды қажет етеді. Бұл жерде 5 сұрақ, тест сұрақтары. Дұрыс нұсқаны анықтап белгілеулеріңіз қажет. Бірінші сұрақ: топонимикалық аңыздар не туралы? Екінші сұрақ: Қорқыт сөзінің этимологиясы қандай мағына береді? Үшінші сұрақ: Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмет мұрасы қазақ тіліне қалай аударылады? Төртінші сұрақ: Ахмет Яссауидің сақтандырған 5 нәрсесінің бірі. Бесінші сұрақ: Шалгейіз ақын өлеңдерінің негізгі идеясын анықтаңыз. Екінші бөлім. Бұл жерде сұрақтар қысқа жауапты қажет етеді. Алтыншы. Ахмет Яссауидің даналық кітабындағы өз көркіңе өзің мәз бола берме, өзің сұқтанғаның сірә жөн бе, Алланы айтып, тәубе қылғын жөнге келде, түн ұйқыңды 4 бөліп, алдыңды ойла деген өлең жолдарының мағынасына талдау жасап, қорытынды шығарасыздар. 5-6 сөйлеммен жеткізсеңіздер жеткілікті. Жетінші сұрақ: Ақтамберді Сарұлының балаларыма өсиет өлеңіндегі татулық болар береке, қылмасын жұрт келеке, араз болсаң 6 ауыз, еліңе кірген әреке деген жолдарды қолдана отырып, автор туралы пікіріңізді білдіресіз. Бұл жерде де 5-6 сөйлеммен жеткізсеңіздер болады. Үшінші бөлімнің тапсырмасы толық жазбаша жауапты қажет етеді. Қорқыт ата мұрасы баға жетпес қазына тақырыбында Қорқыт нақылдарының көркемдік идеялық құндылығын гуманистік тұрғыдан талдап, әдеби эссе жазасыздар. Сөз көлемі 130-150 сөз. Жиынтық бағалау жұмысын жазу барысында міндетті түрде дескрипторға сүйеніңіздер. Бірінші 5 тапсырма: дұрыс нұсқаны анықтауларыңыз қажет. Әрбір дұрыс анықтаған нұсқаларыңызға 1 ұпайдан аласыздар. 6-шы тапсырмада үзіндінің мағынасын түсінгендеріңізге 1 ұпай, өз ойыммен байланыстырып талдай алғандарыңызға 1 ұпай, өзіндік тұжырым жасай алғандарыңызға 1 ұпай. 7-ші тапсырмада автор бейнесін анықтап талдай алғандарыңызға 1 ұпай, кейіпкермен қарым-қатынасының тілдік көрінісін талдай алғандарыңызға 1 ұпай. 8-ші тапсырмада эссе жазу барысында әдеби эссе жазғандарыңызға 1 ұпай,
өзіндік көзқарастарыңызды, ой-пікірлеріңізді танытқандарыңызға 1 ұпай, логикалық қорытынды жасай алғандарыңызға 1 ұпай, эссе құрылымын сақтағандарыңызға 1 ұпай, орфографиялық нормаға сай жазғандарыңызға 1 ұпай аласыздар. Барлық ұпай саны 15. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.